Ішкі істер министрлігі өз құзыреті шегінде тұрмыстық қалдықтарды заңсыз төгумен күресу бойынша уәкілетті органдарға көмектеседі. Жыл басынан бері 260 мыңнан астам құқық бұзушы жауапкершілікке тартылды. Қазанның 9 мен 16 аралығында қоқыстарды заңсыз төгу фактілерін алдын алу және анықтау мақсатында тазалық апталық өткізілген. Ішкі істер органдары құзыретіне кірмейтін материалдар құқық бұзушыны және жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғаларын жауапкершілікке тарту үшін экология департаменттеріне жолданатын болады. Қоғамдық қауіпсіздікті қоғаммен серіктестікте қамтамасыз ету тұжырымдамасын іске асыру аясында Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің қызметкерлері Қазэкопатрол қоғамдық бірлестігінің елордалық филиалының басшысымен бірлесіп, Ривер Парк коттедждер қалашығында Есіл өзені маңына сұйық қалдықтарды заңсыз төгу фактісін анықтады. Аталған факті Ақмола облысы Аршалы аудандық полиция бөліміне тіркелді. Қажетті шаралар өткізілуде. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамы болмаған жағдайда материалдар әкімшілік жауапкершілікке тартуға экология министрлігінің бөліністеріне жолданады. Азаматтарды келешек ұрпаққа аманат ету үшін табиғатқа жанашырлықпен қарап, қоқыстамауға шақырамыз.